Егер сізді давление мазаласа, онда мен сізге теңшейдің шайын ішуді ұсынамын. Мынау коробканың ішінде мынадай пакетиктен 40 пакетик шай бар. Бұны біз антилипидный шай деп айтамыз. Липид дегеніміз майлар. Жалпы давление қай жағдайда көтеріледі? Давление қан тамырлары ластанып, тарылған кезде ол жүректен қысым қосуын сұрайды, давление қосуын сұрайды. Себебі қан оттегін, басқа да пайдалы заттарды мидың майда қан тамырларына, көздің майда қан, жалпы ағзаңыздың барлық капиллярларына жеткізуі қажет. Осы жағдайда ол қысым қосуын, яғни давление қосуын сұрайды. Ал давлениені қатты қосқан кезде ол қан тамыры, мысалы бастың қан тамыры жарылып кетсе, ол инсульт болады, ал жүректің сыртындағы коронарный артериялар жарылып кетсе, ол инфаркт болады. Міне осындай жағдайға жеткізбеу үшін давлениесі бар адамдар осы антилипид шайын ішуі қажет. Бұл біздің жеп жатқан тамағымыздағы майлар бар, липидтер бар, я? Ол липидтердің біздің ағзамызға пайдалы бөлігі бар және зиян бөлігі бар. Низшие липиды дейді, высшие липиды дейді. Негізі пайдалы майдан, май өте қажет біздің ағзамызға, өкпемізге қажет, миымызға қажет. Себебі ол пайдалы майдан бауыр, мидың клеткаларын синтезировать етеді. Половой гормондар жасап шығарады. Ал жаңағы жаман майларды осы шай ағзаңыздан жуып, тазалап, қуып шығады.